Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода апельсин тілімі деп аталатын керемет бір салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Қарасаңыздар, өте ерекше болып келген, дәмі де енді керемет болып шығады. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Салаттың құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп көріңіздер. Ең алдымен бізге тауықтың піскен еті қажет болады. 15-20 минуттай тұзды суда пісіріп аласыздар. Менде осындай сан еті. Енді сүйегінен ажыратып алып, тек қана еттерін осындай майдалап турап аламын. Қыздар, тауықтың филесін алсаңыздар да болады. Кәдімгі сүйегі жоқ еттер бар ғой, сондайларды алып қайнатып қоссаңыздар да болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Келесі бір дана пиязды майдалап турап аламыз. Біз бұл пиязды кәдімгі майда қуырып аламыз. Енді бізге консервадағы шампиньоны қажет болады. Мендегі осындай дайын кесілген түрі, бірақ арасында осындай үлкендері де болады. Оларды да майдалап турап аламыз. Келесі табамызды отқа қойып, шамалы май құямыз, және де алдыңғы туралған пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Міне осылай қызартып қуырып аламыз. Жақсылап сүзіп алып, қалған майға алдыңғы шампиньоныды қуырып аламыз. Үстіне шамалы тұз себіңіздер, өте дәмді болып шығады. Жақсылап 1-2-3 минуттай қуырып аламыз. Мінекей барлығын жақсылап қуырып алдық. Енді сүзіп аламыз. Келесі бізде осы жұмыртқаларымызды ағы мен сарысын бөлек бөліп аламыз. Келесі осы заттардың бәрін терканың майда тісінен өткізіп аламыз. Ең алдымен сәбізімізді өткіземіз. Міне сәбізімізді өткізіп алдық. Келесі сырымызды өткіземіз. Кез келген сырды алсаңыздар болады. Мендегі кішкене қаттылау болып келген түрі теркадан өткізген кезде өте ыңғайлы өтеді. Мінекей барлығын өткізіп алдық. Енді келесі жұмыртқаның ағын өткіземіз, және де сарысын өткіземіз. Бірақ екеуін екі бөлек өткізесіздер. Міне салаттың барлық заттарын дайындап алдық. Енді салатымызды құрастыратын боламыз. Видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Ең алдымен тауықтың етін осылай ай тәрізді етіп форма жасаймыз. Міне осылайнан барлығын жақсылап орналастырып шығамыз. Келесі оның үстіне қуырылған пиязымызды орналастырамыз. Шамалы шым-шым тұз себіңіздер. Одан кейін майонезді себеміз. Келесі сәбіздің жарты бөлігін жақсылап орналастырамыз. Қалған жарты бөлігі бізде сыртын қаптағанға қажет болады. Мінекей осылайнан бір слой етіп сәбіз орналастырамыз. Одан кейін тағы да майонез себеміз. Және де жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаның сарысының үстіне шамалы тұз себіңіздер. Себебі кішкене құрғақтау болғандықтан дәм беріп тұру үшін шамалы тұз себесіздер. Одан кейін тағы да майонез себеміз. Келесі теркадан өткізілген сырды саламыз. Оның үстіне тағы да майонез себеміз.
Келесі бізде қуырылған шампиньонды орналастырамыз. Барлық жағына жеткілікті етіп, жақсылап орналастырамыз. Міне қыздар, қарасаңыздар, біздің салатымыз өте биік болып, әдемі болып шығып жатыр. Келесі тағы да майонезді жүргіземіз. Одан кейін жұмыртқаның ағын барлық жағына қаптап шығамыз. Қыздар, дәл осы рецепті сіздер 2 тарелкаға бөліп жасасаңыздар болады. Мендегі үлкендеу тарелка 24 диаметрлік. Сіздер енді шамалы кішігірім 2 тарелкаға жасасаңыздар болады. Келесі майонезді осылай ай тәрізді етіп сеуіп шығамыз. Одан кейін ортасына 3 бұрышты форма жасаймыз. Міне қарасаңыздар, видеода бәрі көрсетіліп тұр. Осылайынан бірінші жүргізіп аламыз. Ол қазір бізде сәбізді қаптаған кезде қажет болады. Міне осылайынан 4-еу жүргіземіз. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осылайынан жасап алыңыздар. Енді біз сәбізімізді видеода көрсетілгендей етіп қаптап шығамыз. Міне осылайынан ең бірінші шетін жауып шығамыз. Енді ең соңынан видеода көрсетілгендей сәбізді бетіне орналастырып шығамыз. Міне осындай 3 бұрышты форма қылып орналастырып шығамыз. Міне қыздар, біздің апельсин тілімі салатымыз дайын болды. Қарасаңыздар, биік және де өте ерекше болып шықты. Өзінің формасы да әдемі болып шықты. Қалауыңыз бойынша қасына осындай апельсинді кесіп, әсемдеп қойсаңыздар болады. Енді дастарханға осылайынан ұсынсаңыздар, барлық адамдарға, жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Міне ортасы осындай болып шықты. Енді өте дәмді және тойымды салаттардың бірі. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген осындай ерекше оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.